Саламатсыздар. Бүгін сабақта екі оқысы жоқ. Біреуі директордың рұқсатымен приказ бойынша кетті, екінші қыз жарысты. Рамазанова Зарина және де Утиланова. Сонымен, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының салық жүйесі. Дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Жаңа тақырып бастамас бұрын үй тапсырмасын тексерейік. Үйге қандай тапсырма беріледі? Қандай тақырып болып еді? Пайда және рентабельділік. Пайда және рентабельділік. Пайда және рентабельділікті қайталау үшін мен сіздерге қазір тапсырма беремін. Бұл жерде адасқан әріптер, яғни экономикалық анаграмма деп аталады. Осы сөздерді құрастырып және оны түсіндіретін болсын. Бірінші сөз қандай сөз екен? Бірінші әріптен құралады. Сөз ақша. Яғни оның мағынасы елбасы туралы ретінде барлық адамдармен қолданылатын немесе тауарды қызметке бағалы беретін товар немесе символ. Келесі сөз екен? Айталық. Екінші сөз капитал, яғни бұл қайда әкелетін және де айналымға жіберілетін ақша немесе қаржы ресурстарының бөлігі болып табылады. Дұрыс. Келесі сөз қандай? Үшінші сөз кім айтады? Айтады. Үшінші сөз тиімділік. Тиімділік дегеніміз кәсіпорынның қаржылай қызметінің жалпылама көрсеткіші. Дұрыс. Келесі бізде төртінші сөз. Төртінші сөз қандай? Төртінші сөз ол түсім, яғни өндірілген өнімнің көлемі мен оның бағасына көбейтіндісін айтамыз. Рахмет. Келесі бесінші сөз. Бесінші сөз ол пайда, бұл жеке кәсіпкерлердің және кәсіпорындардың өзінің жұмысынан табатын табысы. Рахмет. Келесі Алтыншы сөз бұл рентабельділік, яғни туристік фирманың іскерлік белсенділігін сипаттайтын көрсеткіш. Дұрыс. Келесі жетінші сөз бар бізде. Жетінші сөз кім айтады? Ол табыс дегеніміз ол жаңағы сатылған және өткізілген тауардан түскен ақшаға түсірілген. Дұрыс айтамыз. Келесі бізде сегізінші сөз. Кім айтады тағы? Кім айтады? Ал айтады. Сегізінші сөз ол инвестиция. Инвестиция дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда күрделі жұмсалған деген мағынаны білдіреді. Бұл яғни табыс алу мақсатында жеке салаларға, шетелдегі фирмаларға, әлеуметтік экономикалық бағдарламаларға ұзақ мерзімді капитал салымдары деген мағынаны
білдіреді. Өте дұрыс. Енді рентабельдіктің бірнеше түрі бар. Қандай рентабельдіктің түрлері бар деп айтады? Қандай рентабельдіктің түрлері бар? Жалпы рентабельдік 5 түрі болады. Соның біріншісі ол активтердің рентабельдігі. Бұл яғни кәсіпорынның таза пайдасының оның активтердің бағасына қатынасты болады. Келесі қандай рентабельдіктің түрі бар тағы да есімізге түсірейік. Айта ғой. Ағымдағы активтер рентабельдігі. Ол таза табыстың активтер баланстық құны мен баланстық құнға қатынасы. Баланстық құнға қатынасын айтамыз. Дұрыс. Келесі қандай рентабельдік бар? Меншікті капиталдың рентабельдігі ол кәсіпорынның меншікті капиталының таза пайдасының меншікті капиталының қатынасына тең. Таза пайданың меншікті капиталға қатынасы. Тағы да бар ма? Инвестицияның рентабельдігі, яғни ол жалпы пайданы жаңағы меншікті капиталдың орташа деңгейіне бөліп, оны ұзақ мерзімді жаңағы кезеңдегі міндеттемелерге қосу арқылы табамыз. Сонымен тағы да бар ма деп айтады? Саудада негізгі қызметі рентабельділік және де бұл өндірілген өнімді сатудан түскен пайданың шығындар сомасына қатынасы болып келеді. Өте дұрыс. Сонымен біздер жалпы пайда және рентабельдік тақырыбындағы өткен сабағымызды қайталадық. Фирма үшін рентабельдік көрсеткіші қалай болу керек? 10 сан болу керек. Егер 10 сан болмаса болады, ол кәсіпорынның шығынымен жұмыс істегенін көрсетеді. Енді бүгінгі тақырыбымызды бастаймыз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының салық жүйесі деп аталады. Біздер бірінші осы жаңа салықтың анықтамасын біліп алуымыз керек. Жалпы салықтар дегеніміз бұл жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік бюджетке төлейтін міндетті төлемдері. Мінекей бұл анықтамадан біздер салықтың міндетті төлем екенін түсінеміз. Өйткені ол Қазақстан Республикасында салық және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер деп аталатын салық кодексімен белгіленген. Сондықтан мұны заңды тұлғаларда, жеке тұлғаларда оны төлеуге міндетті. Өйткені Қазақстан Республикасының Конституциясы Қазақстан Республикасында тұратын барлық табыс алатын жеке және заңды тұлғалар мемлекеттік бюджетке салық және міндетті төлемдерді төлеуге міндетті деп көрсеткен. Сондықтан бұл бізге заң болып табылады. Енді Қазақстан Республикасындағы салық салу қалай іске асырылады? Ол белгілі бір принциптерге, яғни қағидаларға сүйенеді. Ол бірінші салық салудың міндеттілігі принципі, екінші салық салудың айқындылығы принципі, салық салудың әділдігі, салық салу жүйесінің біртұтастығы және Қазақстан Республикасының салық заңнамасының жариялылығы. Енді осының әрбіреуіне тоқталатын болсақ, салық салу бұл заңмен белгіленгеннен кейін ол міндетті төлеуге. Келесі салық салудың айқындылығы. Яғни біздер Қазақстан Республикасындағы қанша салық бар, оны кімдер төлейді, оны қандай мөлшерде төлейді, оны қашан төлейді деген мәліметтің барлығын біздер Қазақстан Республикасының салық кодексінен алып оқуға мүмкіндік болатындай болу керек. Мінекей сондықтан ол осы салық кодексінде анық және түсінікті тілде жазылуы тиіс. Келесі бұл салық салу жүйесінің біртұтастығын айтатын болсақ, біртұтастығы дегеніміз бұл Қазақстан Республикасында қолданылатын салық кодексі біреу. Ол Қазақстан Республикасының барлық аумағы үшін бірдей. Келесі бұл салық салудың әділдігі. Қазақстан Республикасындағы салық төлеуші болып табылатын заңды және жеке тұлғаларға ешқандай жеке сипаттағы жеңілдіктер берілмейді. Олардың лауазымына немесе олардың атқаратын қызметіне немесе олардың жасына, жынысына қарай ешқандай жаңағы жеңілдіктер
жоқ. Тек қана Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жеңілдіктерді ғана қолдануға мүмкіндік бар. Келесі бұл Қазақстан Республикасындағы салық заңнамасының жариялығы. Бұл Қазақстан Республикасының салық заңы барлығына қолжетімді. Яғни біздер мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, бұны жаңағы кітапшалардан, кітаптардан, кез келген кітап дүкендері жүйесінен алуға құқығымыз бар, және оны ақпараттық көздерден алып оқуға мүмкіндік бар. Мінекей сондықтан осындай Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі бұл жария, бұл ешқандай құпия емес деп түсінеміз. Келесі бұл салық міндеттемесі. Салық міндеттемесі дегеніміз Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мемлекет алдында туындаған міндеттемені айтамыз. Біздер қай кезде салық төлеуші боламыз? Егер де біздер жұмыс істесек, жеке табыс салығын төлейміз, көлік сатып алатын болсақ, өзіміздің меншік құқығымызға, онда біздер көлік құралдары салығын төлейміз. Егер жер сатып алсақ, жер салығын төлейміз. Үй салып алатын болсақ, онда біз мүлік салығын төлеуші болып шығамыз. Мінекей сонда белгілі бір объектілердің немесе жаңағы белгілі бір іс-қимылымыздың әрекеті арқылы табыс табатын болсақ, біздің алдымызда салық міндеттемесі туындайды. Енді салық элементтеріне тоқталайық. Бұл салық салу үшін бізге қандай көрсеткіштер керек? Бірінші, салық төлеуші болуы керек. Салық төлеуші дегеніміз Қазақстан Республикасының азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар, және шет мемлекеттің азаматтары, және біздің заңды тұлғаларымыз бұл салық төлеуші болып табылады. Енді келесі бұл салық салу объектісі. Яғни біз не үшін салық саламыз, салық төлейміз? Бұл мысалы біздің жаңағы көлігіміз, жеріміз, мүлкіміз, немесе жаңағы біздің тапқан табыстарымыз. Бұл салық салу объектісі болып табылады. Келесі бұл салық базасы. Енді осы салық салу объектісінің қандай көрсеткішіне қарап біз салық төлейміз? Мысалы, жеке табыс салығы болатын болса, табыстың көлемі, мүлік салығымыз болатын болса, мүліктің құны, жер салығы болса, жердің аумағы деген көрсеткіштер. Бұл жаңағы салық базасы болады. Енді келесі салық мөлшерлемесі. Салықты біз қандай көлемде төлейміз деп түсінуіміз керек бұны. Яғни бұл пайызбен немесе абсолютті көрсеткішпен, айлық есептік көрсеткіштермен белгіленетін көрсеткіш. Келесі бұл салық кезеңі. Яғни қай уақытта төлейміз салықты. Яғни салық төлеуге байланысты бекітілген уақыт көлемін айтамыз. Бұл салық кезеңі деп аталады. Енді алдымызда біздің салықтың түрлері тұр. Қазіргі кездегі заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасында салықтың 13 түрі бар екен. Бірінші, корпоративтік табыс салығы, жеке табыс салығы, қосылған құн салығы, акциздер, экспортқа рента салығы, әлеуметтік салық, көлік құралы салығы, жер салығы, мүлік салығы, ойын бизнесі салығы, тіркелген салық, бірыңғай жер салығы және жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен міндетті төлемдері деген 13 түрлі салық бар екен. Салықтың атқаратын қызметі. Бұл 3 түрлі қызмет атқарады. Бұл бюджетті толтырудың көзі, сондықтан бұл фискалдық қызмет атқарады. Екіншісі реттеу қызметі, яғни бұл экономиканың өсуі мен құлдырауы кезінде салықтық ставкалар арқылы реттеліп отырады экономиканың өсу кезеңдері. Егер бізде экономикада дағдарыс болатын болса, онда салық ставкалары төмендетіледі. Ал егер де экономикада жақсы гүлдену дәуірі болатын болса, онда салық ставкалары жоғарылатылады, көбейтіледі. Келесі бұл қайта бөлу. Жиналған салықты мемлекеттік қазынаға түскен бюджет оны мемлекеттік қаржыландыруға жататын объектілерге оларды қайтып жұмсайды, бөледі. Мысалы, қайда баруы мүмкін? Мұғалімдердің немесе мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысы, дәрігерлердің еңбек ақысы, армияға жұмсалуы мүмкін. Содан кейін барып құқық қорғау органдарына тағы сол сияқты шәкіртақыға да жұмсалуы мүмкін. Мінекей осындай салаларға бөлінеді біздің табыстан жиналған
салықтарды жіктейтін болсақ, салықтар жалпы өндіріп алуға байланысты тікелей салықтар және жанама салықтар деп аталады. Тікелей салықтар дегеніміз ол белгілі бір объектіге салынып тұрады. Ал енді жанама салық дегеніміз бұл тауардың бағасының ішінде тұрады. Біздер дүкенге барып қолымызға тауарлық чек алған кезде, оның ішінде қосылған құн салығы деген сөз болады. Яғни бұл бізге, күнде осы салықты біздер төлеп жатырмыз, бірақ оны біз байқамаймыз. Өйткені ол тауардың бағасының ішінде тұр. Ол қандай салықтар жатады екен? Қосылған құн салығы және акциздер жатады екен. Мінекей осы екі салық жанама салық деп аталып, қалғаны тікелей салықтарға жатады. Енді түсетін бюджетке қарай салықтар жалпы мемлекеттік және жергілікті деп аталады. Жергілікті салықтарға 3 түрлі салық жатады. Көлік құралы салығы, жер салығы және мүлік салығы. Бұл 3 салықтан түсетін салық түсімдері. Мысалы, Астана қаласының Сарыарқа ауданында тұратын тұрғындардан түскен осы 3 салық осы ауданның бюджетіне тікелей түседі. Ал қалғаны жалпы мемлекеттік бюджетке түсетін салық. Сондықтан оларды осылай ажыратады. Енді сабағымыздың келесі бөліміне көшейік. Бұл жерде қазір біздер жекелеген салықтың түрлері бойынша танысып, оларға есептеулер жүргізетін боламыз. Мен сіздерге жалпы мынау салық туралы материалдар көріп шығайын. Қазір мынау электронды дамыған жүйеде көптеген салықтарды электронды түрде есептеп көруге болады. Мінекей сондықтан жалпы салықтар туралы мәліметтің барлығын Қазақстан Республикасы бойынша салық кезек сайтынан көруге болады. Және оны тек қана ол туралы танысып қоймаймыз, оны есептеп көруге де болады. Енді келесі бөлімімізде біздер осы бірқатар салықтарды есептеуге тоқталып көрейік. Туризмде ең көбірек қолданылатын жеңіл және автокөліктер. Не үшін керек болады? Туристерді тасымалдауға керек. Барлық шаруашылығында қолданылады туризмді. Мінекей сондықтан қазір біздер қолдарымыздағы ұялы телефондарымыз арқылы осы сайтқа кіріп көріп, көлік құралдары салығын қалай есептейді екен, соны көрейік. Көлік құралдары салығын есептеу үшін бізге біріншіден жалпы көліктің түрін білуіміз керек. Көліктің түрлері қандай? Бұл автобустар болуы мүмкін, ұшу аппараттары болуы мүмкін, мотоциклдер тағы сол сияқты. Енді салықты есептеу үшін керек көрсеткіш, егер жеңіл автокөлік болатын болса, оның двигательінің көлемі, ал автобус болатын болса, оның орындықтар саны. Мінекей сонда жаңа біздің кірдік пе? Бірінші, бұл біз мысалға алып отырған көлік құралдары салығының есебі. Мінекей біздер көріп тұрғандай, бұл жерде әуелі бізге қай жыл үшін есептеу жүріп жатыр, міне соны білуіміз керек. Содан кейін барып, есептеу жылындағы айлар саны. Егер біздер көлік құралын толық пайдаланатын болса, онда біздер 12 айды белгілейміз. Ал егер де біздер ол көлікті жылдың ортасында сатып алған болса, онда қанша ай пайдаландық, соны ғана белгілейміз. Және ол объектінің түрі. Бұл жеңіл автокөлік пе, әлде бұл автобустар, мінекей осындай жаңағы мәліметтерді енгізетін боламыз. Содан кейін барып двигательдің көлемі. Яғни бұл қозғалтқыштардың көлемінің мәні. Бұл жерде қозғалтқыштың көлемі әртүрлі болып келеді. Сондықтан өзіміздің көліктің техникалық құжатында қандай көрсетілген, мінекей соны қоямыз. Содан кейін барып, әрі қарай есептеу тетігін басып, қанша осы есептеп отырған кезең үшін қанша салық керек екен
есептелетінін есептеп шығарамыз. Қандай мәліметтер көрінеді? Көлік құралдары салығын есептеу деп іздейік. Бізде тақтада көлік құралдары салығын есептеу. Кірдік пе? Ал есептеп көргеніміз бар ма? Кім есептеп көрді? Айна ғой. Көлік құралдары салығы бойынша есеп-қисапты жүргізу үшін ең бірінші салықты есептеу жылына осы биылғы жылы жазым 2018. Одан келесі есептеу жылындағы айлар саны мен сәуір және қараша айында 8 айды алдым. Одан кейін салық салу объектісінің түрі ретінде жеңіл автомобильді қолдандым. Қозғалтқыш көлемі 2500 таңдадым. Кейін есептеу кезінде менде 11.954 теңге салық сомасы шықты. Дұрыс есептелген. Салық есептеген кезде 10 жылы 2017 жылы деп алынды. Бір жылға есептеген кезде жеңіл автокөлікті және қозғалтқыш көлемін 3000 сантиметр болған кезде менде 23.921 теңге салық көлемі шықты. Жеңіл әрі жылдам есептеледі. Бұл көлік құралдары салығын есептеуге біздер тағы да бір сайтты қолдануға болады. Колесо KZ деген сайт бар. Біздер Қазақстанда мінекей осы сайтты қолданып та есептеуге болады. Кім есептеп көрді? Қандай тұрды ал? Мен өзімнің көлігіме салынатын салықты есептеу үшін, яғни салық KZ сайтын қолдандым. Бұл жерде менде салықты есептеу жылы, яғни 2018 жылы алдым. Бұдан кейін есептеу жылындағы айлар саны 12 ай, тура бір жылда алдым. Және де салу объектісінің түрі автобус. Ал жолаушылар орындар саны 12-ден астам қоса алғанда 15-ге дейін, яғни менде 24 орын, бұл 12-ден 25-ге дейінгі орындар саны. Және де менде жалпы сомасы 33.670 теңге салық болды. 33.600 есептелді, салық. Отырау. Мен осы пунктке салықтарды есептеп көрдім, бірақ мен колеса KZ сайтын Колесо KZ-ді қолдандым, иә? Менің көлік түрім автобус, яғни автобусқа 12 орындыққа дейінгі салық салу 21.645 теңге тұрады. Яғни бұл сайтты да қолданудың мүмкіндігін көрді. Сонымен көлік құралдары салығын есептеу үшін не керек екен? Қандай мәліметтерді енгізуіміз керек біздер? Айлар саны қанша қолданылады? Және объектінің түрін кіргізуіміз керек. Жарайды. Енді келесі салықтың түрі бұл жеке табыс салығы деп алдым мен мысалға. Жеке табыс салығы дегенімізді төлейтін бұл жеке тұлғалар. Біз барлығымыз еңбек етіп жалақы аламыз. Мемлекеттік бюджетке одан белгілі бір сомада салық төлеп жатырмыз. Енді жеке табыс салығын есептеудің жалпы ретін түсіндіретін болсам, бұған біздің қанша табыс тапқанымыз туралы мәлімет керек. Содан кейін барып міндетті зейнетақы жарнасының пайызы керек. Бұл қазір Қазақстан Республикасында 10%. Содан кейін барып салық шегерімі деп аталатын ең төменгі жалақының мөлшері керек. Ең төменгі жалақының мөлшері қандай? Қазіргі майлада айта ғой, 28.784 теңгеге бізде салықтан шегерім, салық төлейтін, салық салынатын табыстан шегерім жасалынады. Бірге осындай мәліметтерді қолдана отырып, осы сайтта онда есептеуге болады. Алып көріңіздер, енді біздер жеке табыс салығын есептеу деп ашамыз. Жеке табыс салығы бұл жеке тұлғалардың еңбек ақысынан немесе басқа да табатын табыстардан есептелетін салық болғаннан кейін бұл да маңызды салықтардың бірі болып табылады. Бұны есептеу үшін біздер қай кезең үшін есептеп отырмыз? Қанша кезеңге есептеп отырмыз? Содан кейін барып міндетті зейнетақы жарнасының мөлшері бұл салық салынбай тұрып ұсталып қалатын
жарна болып табылады. Содан кейін барып шегерім, яғни бұл Қазақстан Республикасы бойынша ең төменгі жалақының бір мөлшері. Ең төменгі жалақының мөлшері қандай қазір? 28.284 деп белгілейміз. Мінекей мына жерде жазулы тұр. Содан кейін барып жаңағы айтқан есептеу тетігін басу арқылы қанша еңбек ақымыздан жеке табыс салығын есептейтінді есептеп білуге болады. Көрдік пе? Кім көрді? Кім есептеу айта ғой? Жеке табыс салығын есептеу үшін жеке табыс салығын есептеу сілтемесін басып белгілі бір қызметтерді орындауымыз керек. Оның ең алғашқысы табыс алынған кезең, яғни алдымен жылды 2018 жылы, одан кейінгісі айды белгілеуіміз керек. Одан кейінгісі біздің өзіміздің жалақымыздан кейінгі жаңағы міндетті зейнетақы жарнасының 10% белгілейміз. Одан кейінгісі шегерім деп өттіңіз, яғни ең төменгі жалақыны белгілеп өтеміз. Сонда менің өзімнің есептеуім бойынша мен өзімнің жалақымды 80 мың деп алдым, ал мерзімді зейнетақы жарнасын 8 мың деп алған кезде менің салық сомам 4.377 теңгені құрады. Оңай Әрі тез. Ал менің есептегенім бойынша мен еңбек ақыны 100 мың деп алдым. Ал салықтың сомасы 6.178 шықты. Рахмет. Көрдік пе? Өте тез әрі жаңа әрі дұрыс есептеледі. Енді жалпы салық бізге төлеуге міндетті дедік. Солай ғой? Егер салықты төлемей қалатын болсақ, не болатынын біз жалпы пайымдап білуге болады, бұл заң. Сондықтан оны орындауымыз керек. Егер жаңағы мезгілінде төлемейтін болсақ, біздер оған өсімпұл төлейміз әуелі. Содан кейін әлі де төлемейтін болсақ, онда әрі қарай айыппұлға дейін барады. Сондықтан жаңағы ең бірінші қолданатын жалпы бұл мәжбүрлеп төлетудің бір шарасы ретінде өсімпұл деген есептеледі. Мінекей осы өсімпұлды да егер біздер салықты белгілі бір себептермен төлей алмай қалатын болсақ, қанша көлемде өсімпұл есептейді екенбіз, оны да осы сайт арқылы көруге болады. Енді біздер бұл жерде өсімпұл есептеу деп жаңағы бізге керек мәліметтерді енгіземіз. Өсімпұл есептеу үшін керек мәліметтер бұл біріншіден салықтың сомасы, төленбей қалған салықтың сомасы, және салықтың төлену мерзімі, және оны кешіктірген уақытымыз. Қай кезге дейін кешіктірдік, мінекей осыны көрсетіп, жаңағы біздер мәліметті ала аламыз. Ал істеп көрейік. Аштық па? Ал кім айтады, есептеп көреміз ба? Кім айтады? Гүлден айта ғой. Өсімпұлды есептеу үшін мен салықтардың кеден төленгенінің ішінен жер салығын таңдаған болатынмын. Ал өсімпұлды есептеудің мерзімін мен 20 қыркүйектен 7 қазан аралығында алдым. Берешектің сомасы 70 мың отырдым. Сондағысы өсімпұлды есептеу формуласы бұл жерде біз берешек сомасын қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне көбейтеміз, және де еселік коэффициентпен күндер санын көбейтіп бір жылға бөлеміз. Осы орайда 18 күнге созылған өсімпұл менде 388 теңгені құрады. 388 теңгені құрады. Сен де есептеп болдың ба? Айтамын. Салық кезет сайтында өсімпұлды есептеу үшін көлік салығын алдым. Ол үшін бізге мен өсімпұлды есептеу мерзімін көрсеттім. Яғни 6 ай салық төлемеген мерзімді ол маусым айының 1-нен 2018 жылдың қараша айының 16 күнге дейінгі аралықта алдым. Ол аралықта көлік салығы бойынша берешектің сомасы менде жалпы 11.954 теңгені құрады, төлемеген сома. Сол кезде барлық жаңағы өсімпұлдың сомасы 1252 теңге болып шықты. 1252 теңгені біз тағы да қосымша
төлеген боламыз. Түсінікті ме балдар? Сонымен бұл сайтты қолдану арқылы неге қол жеткізуге болады екен? Тағы да қандай мәліметтерге қол жеткізуге болады? Жалпы осы сайтты пайдалана отырып, салық төлеушілердің қандай салық бойынша міндеттемесі орындалмағаны туралы мәліметті де алуға болады. Содан кейін барып, жаңа біз тек қана екі салықтың түрі бойынша мысал келтірдік. Мысалы, жер салығы, корпоративтік табыс салығы, әлеуметтік салық, барлық салық бойынша осы бізге керекті есептерді осы сайтта жүргізуге болады. Енді сайтты қалай пайдалануды үйрендік пе? Енді осы бүгінгі біздің алған тақырыбымызды бекітіп көрейік. Олай болса. Қазір мен блиц сұрақтан беремін. Яғни осы бүгінгі біздің тақырыпты бекітуге. Мынау ұяшықтарды таңдауымыз керек. Кім қандай ұяшықты таңдайды? Кім бірінші қандай айта ғой? Екінші ұяшық. Екінші ұяшықты таңдайсың. Салық дегеніміз не деген сұрақ? Салық дегеніміз заңды немесе жеке тұлғаның бюджетке міндетті төлемдері. Міндетті төлемдер. Қаппен жүріп баратын адам. Өндіріп алу тәсілі бойынша салықтың түрлері. Екі түрі бар, бұл тікелей және жарнама. Тікелей бұл мүлік объекттерінен алынады, ал жарнама бұл қосымша тауарларға қосылып, бағасына қосылып, тұтынушылардың өндіріп алынады сатылған. Өте дұрыс. Тағы таңдайды? Үшіншіні? Салық төлеуші салық төлеуші дегеніміз ол меншігінде мүлкі бар, заңды және жеке тұлғалар болып табылады. Дұрыс. Кім қандай ұяшық таңдайды? Нешінші? Төртінші ұяшық. Төртінші ұяшықты бұна ма? Салық міндеттемені алады. Бірінші ол салық базасы, салық төлеуші, салық салу объектісі және салық мөлшерлемесі және кезеңі. Салық кезеңі. Осындай 5 элементтен тұрады салық. Тағы кім? Ақшаның астындағы банк. Ақшаның астындағы қайсыны? Салық міндеттемесі дегеніміз не және ол қай кезде туындайды? Салық міндеттемесі дегеніміз ол салық төлеушінің Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мемлекет алдында туындайтын міндеттемесі. Дұрыс. Отыра ғой. Тағы кім? Таңдағысы келіп отыр? Малика? Мен алтынмен толтырылған сандықшаны таңдағым келіп отыр. Қандайды? Алтынмен толтырылған сандықшаны. Алтынмен толтырылған сандықшаны таңдаймыз. Салық салу объектісі дегеніміз не? Салық салу объектісі ол белгілі бір салықты өндіріп алатын мүлік, мәміле, құқықтық мүлік және жеке адамның табысын айтамыз. Дұрыс. Тағы? Сұрақ қалды ма? Тағы не айтады? Мен әмен күнмін. Сен? Салық салу принциптері. Яғни бес принципі бар. Ол салық салудың міндеттілігі, оның айқындылығы және де әділдігі. Сосын салық салу жүйесінің бір тұтастығы және де Қазақстан Республикасының осы салық заңнамасының жариялығы. Ең бірінші. Салық кезеңі
кезеңі дегеніміз ол яғни әрбір объектіге міндетті төленетін белгілі бір уақыт кезеңіне дейін төленетін ақша. Ақша қаражатта деп белгіленген уақыт бар. Белгіленген уақыт айтамыз. Сонымен яш әлі бар ма? Мына ортадағы 5-ші. Салық базасы дегеніміз не дейді? Бұл жерде бұл негізгі құн, ол физикалық немесе негізгі адамдар жеке тұлғаларға берілген қосымша құннан басқа салыққа басқа бюджетке төленетін міндетті қаражат түрлері айтамыз. Егер де мысалға біз үйді алатын болсақ, ол үй тұрған жер, ол салық базасы болып есептелінеді. Солай ма? Жердің құны. Иә, сол жердің құны салық базасы. Біздің табатын табысымыздың мөлшері жаңағы көлік құралдары салу бойынша двигательдің көлемі осы бізде салық Базасы. Енді мен сіздерге қазір өстіп шығамын. Бізде келесі рефлексия деп аталады. Келесі бөліміміз, яғни біздер осы бүгін бір сабағымыз бойынша салық туралы не білдік? Сол туралы өздеріңіздің ойларыңызды жазып бересіздер. Және не үйрендік бүгін? Бүгінгі біздің рефлексиямыз идеялар себепті деп аталады. Сондықтан біздер барлығымыздың ойымызды жаңағы біріктіріп, енді бүгінгі сабақ бойынша біздер не үйрендік, не білдік, соны естейтін боламыз. Мен бүгінгі тақырыптан салық KZ сайты арқылы тез әрі оңай қалай есептеу керек екенін үйрендім. Және болашақта өзімізге қажет болатын салық туралы білмейтін сұрақтарыма жауаптар алдым деп жазыпсыздар. Бүгінгі сабақ Қазақстанда тұратын азамат
білуге тиісті тақырып деп есептеймін. Бүгінгі сабақта салықтың түрлері, принциптері жайлы мағлұмат алдық. Әр жеке тұлғаның заң түрінде салық міндеттемелерін орындау жайлы үйрендік. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті. Салық салу жүйесі туралы білімдерімізді толықтырдық. Сабақта салықтың не екенін, қалай есептеу керектігін үйрендік. Сабақ ұнады. Салық не үшін керек екенін, салықты кімнің төлейтінін, салықтардың міндеттемелерін және салық төлемеген жағдайда не болатынын үйрендім. Бүгінгі біздің сабағымызда салық жайлы нақты білдік, яғни салық принциптері мен түрлерін және сайт арқылы салықты тиімді және тез есептеуді үйрендім. Сабақ өте қызықты, салық туралы көптеген мәліметтер алдым. Салық кезет сайты арқылы барлық салықтың түрлерін есептеуге, төлеушілерді іздестіруге болатынын білдік. Көлік құралдары салығы бойынша есеп-қисапты жүргізуді үйрендік. Бүгінгі сабақ өте пайдалы әрі әсерлі, салық жайлы көп мәліметпен таныстым. Сабақ өте қызықты өтті, салық туралы толық мәлімет алдық, салық туралы тереңірек түсіндім. Салық элементтері туралы мәлімет алдым. Бүгінгі сабақтан жақсы әсер алдым. Салық кезет сайтынан салықтың әртүрлі қалай есептеу керектігін үйрендім. Сайтқа кіріп, салықты жылдам әрі тез есептеуді үйрендік. Сабақ қызықты. Салықты төлеудің міндеттемелерін білдім. Сонымен қатар сайт туралы мәлімет алдым. Әрі оңай түрде салықты есептеуді үйрендім. Салықтың мемлекеттік экономикаға өте маңызды екенін білдім. Салық жүйесі туралы көп нәрсені білдім. Бүгінгі салық салу бойынша азаматтар үшін не қажет екенін, кімдер төлеу керек екенін түсіндім. Қызықты тақырып. Менде осындай жаңағы сіздермен осы тақырыпты біздер қорытындыладық. Сонымен бүгінгі сабақ бойынша қорытындыны өздеріңіз жасадыңыздар. Яғни біздер салықтың түрлерін білдік, салық салудың принциптерін білдік және есептеуді үйрендік кейбір жекелеген салықтар бойынша. Содан кейін салық кезет сайты арқылы қандай мәліметтерді алуға болады және онымен қалай жұмыс істеу керек, ол үшін қандай мәліметтер керек екенін түсіндік. Енді бүгінгі сабақ бойынша бағалау. Абралиева 5, Айван Шнар 5, Айсахан 4, Рымжан Амарита 5, Бекьянова 4, Жорабеков 4, әлі де кішкене белсенділік болу керек, Исина 5, Хареева 5, Қарбаева 5, Кендебай қызы 5, Үшірбаева 5, Бахметжан 5, Мұхит Әмірге 5, өте жақсы есептеді салықты, Нұрқамитова 5 өте белсенді оқушылардың бірі, Самахова Гүлден 5, Өмірбеков 4, әлде белсендік керек, және Өмер 5, Малика 300 болған 5 деп жаңағы бүгінгі сабақты біздер бағалаймыз.
Сонымен енді үйге тапсырма. Үйлестірме материалдар негізінде конспектлеу бірінші. Үйлестірме материалдар алдарыңызда бар. Сол бойынша дәптерлеріңізге конспект жазу бірінші тапсырма. Өздеріңізді қызықтыратын салықтар бойынша налог кезет немесе жаңағы салық кезет сайтын қолданып, өз мысалдарыңыз бойынша салықтарды есептеп беру деген тапсырма беремін. Сонымен бұл сұрағымыз аяқталды. Рахмет.